Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 77-ші сабақ көбейту мен бөлу, өзара кері амалдар. Бүгінгі сабақта сен көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар екенін білесің. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Нөмірі 1 есеп. Суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер. А нұсқасы әр қатарда 4 шаршыдан болса, онда 3 қатарда неше шаршы бар? Әр бағанда 3 шаршыдан болса, онда 4 бағанда неше шаршы бар? Осы суреттер бойынша 2 көбейтінді және олардың мәнін тап. Теңдіктерді оқы, көбейткіштерді және көбейтіндінің мәндерін салыстыр. Не байқадың? Қорытынды жаса. А нұсқасы бойынша балалар, яғни 4 шаршыдан болса, және оны 3 қатарда болса. Сонда 4-ті 3-ке көбейтеміз, 12. Енді көбейткіштердің орнын ауысып тұр, балалар 3 көбейту 4 тең 12. Яғни көбейткіштердің орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. А нұсқасы бойынша 12 санында 4 4-тен неше рет бар? 12 санында 3 3-тен неше рет бар дейді. Яғни 12 санында 4 4-тен болса, 12-ні 4-ке бөлеміз 3. Яғни 12-ден 4-ті 3 рет азайтқанда 0. Келесі, 12 санында 3 3-тен неше рет бар? Яғни 12-ні 3-ке бөлеміз 4. Сонда балалар 12-ден 3-ті 4 рет азайтқанда 0. Бөлінділерді жаз және мәндерін тап. Теңдіктерді оқы, бөлінгішті, бөлгішті, бөліндінің мәнін ата. Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Нөмірі 2 есеп. А нұсқасы. Теңдіктерді зертте, қорытынды жаса. Мұнда балар 4 көбейту 3 тең 12 және 3 көбейту 4 тең 12. 12 бөлу 3 тең 4 және 12 бөлу 4 тең 3 дейді. Көбейту мен бөлуге берілген теңдіктердің өзара байланысын түсіндір дейді. Балалар мұнда, яғни 4 пен 3-нің көбейтіндісі 12-ке тең. Енді көбейткіштердің орны ауысады. 3 пен 4-нің көбейтіндісі 12-ке тең. 12-ні 3-ке бөлеміз 4-ке тең, 12-ні 4-ке бөлеміз 3-ке тең. Бұл балалар көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екен. Нөмірі 2 есептің ә нұсқасы. Әр теңдікпен өзара байланысты теңдіктер жаз. 8 көбейту 2 тең 16-ға, 2 көбейту 8 тең 16-ға, 16 бөлу 2 тең 8-ге, 16 бөлу 8 тең 2-ге. Яғни балалар өзара байланысты теңдіктерді жазып жатырмыз, Келесі 2 көбейту 5 тең 10-ға, 5 көбейту 2 тең 10-ға, 10 бөлу 5 тең 2-ге, 10 бөлу 2 тең 5-ге. 18 бөлу 3 тең 6-ға, 18-ді енді 6-ға бөлеміз 3-ке тең. 6 мен 3-нің көбейтіндісі 18-ге тең, 3 пен 6-ның көбейтіндісі 18-ге тең. Келесі 28 бөлу 4 тең 7-ге. Енді 28-ді 7-ге бөлеміз 4-ке тең. 7 мен 4-ті көбейтеміз 28-ге тең, 4 пен 7-ні көбейтеміз 28-ге тең. Келесі 8 көбейту 4 тең 32-ге, 4 көбейту 8 тең 32-ге. 32 бөлу 4 тең 8-ге, 32 бөлу 8 тең 4-ге. Келесі 4 көбейту 5 тең 20-ға, 5 көбейту 4 тең 20-ға, 20 бөлу 5 тең 4-ге, 20 бөлу 4 тең 5-ге. Келесі 15 бөлу 3 тең 5-ге, 15 бөлу 5 тең 3-ге. 5 көбейту 3 тең 15-ге, 3 көбейту 5 тең 15-ге. 16 бөлу 2 8-ге, 16 бөлу 8 тең 2-ге. 2 көбейту 8 тең 16-ға, 8 көбейту 2 тең 16-ға. Нөмірі 3 есеп. Әр қайсысы 3-ке тең 4 қосылғыштың қосындысын жаз. Қосуды көбейтумен алмастыр. Өрнектің мәнін тап. Мұнда балар 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3, яғни 12-ке тең.
3-ті сонда 4-ке көбейтетін болсақ, балалар 12-ге тең екен. Келесі нөмірі 4-ші есеп. Дөңгелектерді пайдаланып бөлуді орында. Мұнда балалар 9 бөлу 3 деп тұр, яғни 3 қатардан 9 дөңгелек салынды. Енді оны 3-ке 3-ті бөлетін болсақ, балалар 3-ке тең. 9 бөлу 3 тең 3-ке. Келесі 16 бөлу 4 деп тұр, балалар. Яғни 16 дөңгелек салынды, 4 қатардан. Сонда 16-ны 4-ке бөлетін болсақ, 4-ке тең. Келесі 18 бөлу 6 деп тұр, балалар. Біз 6 қатар, яғни 18-ді 3-3-тен дөңгелек салдық, балалар, 6 қатар, Сонда 18-ді 6-ға бөлетін болсақ, 3-ке тең екен. Келесі нөмірі 5-ші есеп. 7 қосу 7 қосу 7 қосу 7 қосындысының мәнін тап. Осы өрнекті көбейтінді түрінде жаз және оның мәнін тап. Қандай теңдік шықты? Осы теңдікпен өзара байланысты екі теңдік жаз. Мұнда балалар, яғни 7-ден 4 рет тұр екен, сонда 7-ні 4-ке көбейтеміз, 28. 28-ді 7-ге бөлеміз, 4, 28-ді 4-ке бөлетін болсақ, 7-ге тең екен. Кел ойнайық. Нөмірі 6-шы есеп. Суретке қара. Сағат тілінің бағытымен 1 сағатынан бастап 2-2-ден қоса отырып, дөңгелек бойымен 2 айналым жаса. Мысалы, 1 қосу 2 тең 3 деп тұр, балалар. Ол Қ әріпі екен, 3 қосу 2 тең 5. Яғни ол С әріпі екен. Осы сандарға сәйкес әріптерден балалар ойының атауын құрастырып көр, балалар. Одан кейін 5-ке 2-ні қосамыз 7, Е әріпі, 7-ге 2-ні қосамыз 9, Р әріпі, 9-ға 2-ні қосамыз 11, Е әріпі, 11-ді 2-ге қосамыз 13, К әріпі, 13-ді 2-ге қосамыз 15, К әріпі, 15-ді 2-ге қосамыз 17, Ö әріпі, 17-ні 2-ге қосамыз 19, К әріпі, 19-ды 2-ге қосамыз 21, С әріпі, 21-ді 2-ге қосамыз 23, Е әріпі, 23-ге 2-ні қосамыз 25, Р әріпі, 25-ді 2-ге қосамыз 27, Е әріпі, 27-ге 2-ні қосамыз 29, К әріпі екен. Сонда, балалар, көксерек деген ойынның атауы шығады екен. Осымен, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.